Есірткі мен нашақорлық адамзатты құрдымға кетіретін, қоғамды іштен ыдырататын зиянды әрі жаман әдет болып табылады. Мұсылман адам бұндай жаман әдеттерден бойын аулақ ұстауы керек. Есірткі мен нашақорлық адамды отбасынан, жұмысынан айырады және қоғамнан шеттетеді және қылмыспен үлкен күнәларға жол ашады. Және есірткі мен нашақорлық адамның денсаулығын құртады. Қасиетті Құран кәрімде Алла тағала Ниса сүресінің 29 аятында былай деп бұйырады: өздеріңді өлімге итермелемеңдер. Расында Алла тағала ерекше мейірімді деп Құранда бұйырады. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлем болсын өсиеттерінің бірінде айтады: көпшілік адамдар біле бермейтін екі нығмет бар дейді. Біріншісі бос уақыт, екіншісі денсаулық деген екен. Осы есірткі мен нашақорлыққа себеп болатын, жол ашатын үш түрлі себеп бар екен. Біріншісі білмеу, яғни оның зардабын, зиянын білмеу. Екіншіден араласатын орта, яғни араласатын ортаның дұрыс болмауы. Үшінші себеп сол нашақорлық пен есірткіге қызығушылық таныту, әуестік таныту. Алла тағала жастарымызды бұндай жаман әдеттерден сақтасын.